Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Қонаев медиа арнасында жаңалықтар, студияда Нұрдәулет Қазыбек. Елімізде халық кеңесі болады. Бұл бастаманы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайда ұсынды. Оның құрамына этномәдени бірлестіктердің, мәслихат пен өңірлік қоғамдық кеңестің 126 өкілі енеді. Кеңес ашық пікірталас алаңына айналмақ. Қазақстан көп ұлтты мемлекет, сондықтан әр этностың үні мен ой пікірі маңызды. Халық кеңесінде этномәдени бірлестіктердің мүддесі ескеріледі. Ендігі мақсат кеңестің жұмысына жүктелетін міндетті қоғамға жеткізу дейді қоғам қайраткері Шаймардан Нұрымов. Енді осы жерде ең маңызды нәрсе менімше, ол бағанаға 42 адам сайланса, әрбір бағанаға айтқан қоғамдардан, сол 42 адамдікі, уәкілдікі бағанаға сапасы дұрыс болу керек. Президентіміз олар айтты, әлгі депутаттарды 500 адам болу керек деп айтты, ақырында 145-ке тоқталдық. Енді сөз сапада, санда емес сапада ғой деп айтты ғой енді. Сол сияқты, мынау кеңеске де сапалы халықтың өкілдері болу керек. Бұл бағанағы орган, конституция бекіткен орган. Бұл тек қана бағанағы мен айтып жатқан этносаралық туыстандық емес, біздің мемлекетіміздегі ішкі саясаты менен сыртқы саясатына баға беретін, өзінің пікірін айтатын орган. Бұл өте үлкен мәселе. Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев Корея Республикасының еңбек миграциясы жөніндегі өкілдерімен кездесті. Кездесуде екі ел арасындағы ынтымақтастық тақырыбы талқыланды. Жиынға Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі, сондай-ақ жергілікті атқарушы билік өкілдері қатысты. Корей тарапы еңбек миграциясының бағдарламасын таныстырды. Аталған жүйе Кореядағы жұмыс күші тапшы салаларға шетелдік азаматтарды заңды түрде тартуды қарастырады. Егер бұл бағдарламаны Қазақстан қолдаса, өңірде арнайы оқу орталықтарын ашу көзделген. Алматы облысының әкімі корейлік делегацияға қажетті қолдау көрсетуге дайын екенін жеткізді. На сегодня у нас проводится второй этап. Қазіргі таңда келіссөздердің екінші кезеңі өтіп, бірінші кезеңдегі талаптарға президенттер деңгейіндегі меморандумға қол қойылған болатын. Ал бұл екінші кезеңде Қазақстанның еңбек күшін Кореяға жіберуге қаншалықты дайын екені көрсетіледі. Осы мақсатта Корей делегациясы бірқатар нысандарды, атап айтқанда арнайы колледждер мен оқу орындарын аралап, дайындық деңгейімен танысуда. Егер барлық талаптар орындалып, келіссөздер сәтті аяқталса, алдағы уақытта толыққанды меморандумға қол қою жоспарланып отыр. Биыл Қонаев қаласында ауқымды даму бастамалары қолға алынбақ. Қаланың әлеуетін арттыру жұмысы кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Әсіресе тұрғындардың тұрмыс сапасын жақсартуға басымдық беріледі. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығындағы 30-дан астам жоба әзірленеді. Шаһардағы жұмыс барысын Аружан Мұратқызы баяндайды. Қала келбетін көркейтіп, тұрғындардың өмір сүруіне қолайлы орта қалыптастыруға бағытталған жұмыстар алдағы кезеңдерде жүйелі түрде жүзеге аспақ. Осы мақсатта жағалаудағы қоғамдық аймақтарды жаңғыртуға басымдық беріліп, нөмірі 6 және нөмірі 7 жағажайлар абаттандырылып, ел демалатын заманауи орындарға айналады. Бұдан бөлек қала көшелеріндегі жарықтандыру мәселесі де күн тәртібінен түскен жоқ. Ауылдық елді мекендердің дамуына да басымдық беріліп отыр. Бұл бағытта Шеңгелді ауылында жолдар орташа жөндеуден өткізілмек. Ал Кербұлақ пен Сарыбұлақ ауылдарында ауыз су жүйелері жаңартылып, тұрғындарды сапалы әрі үздіксіз ауыз сумен қамту мүмкіндігі артады. Сонымен қатар электрмен жабдықтау мәселесін шешуде жоспарға енгізілген. Арна қосалқы станциясын құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізілуде. Бұдан бөлек Көкшіл қосалқы станциясын құрылыс монтаждау жұмыстарына жобалық сметалық құжаттама әзірленді. Бұлар жалпы қосалқы станциялар қаламыздың 12-ші шағын аудан, 8-ші, 10-ші шағын аудан және Гүлдер шағын аудандағы тұрғындардың электр желілерін жақсы қамтамасыз етіп, энергия мәселесі шешілетін болады. Қонаев қаласы мен Шеңгелді ауылдық округінің елді мекендерінде қоғамдық көлік инфрақұрылымын жақсарту көзделіп отыр. Осы жоспар аясында жолаушыларға арналған жаңа автобус аялдамаларын орнату қарастырылған. Сонымен бірге қала жолдарында биыл жөндеу жұмыстары жүргізіліп, шұңқырлар жамалады. Аружан Мұратқызы, Бекжан Кенжебай, Қонаев медиа.
Қарасай ауданындағы Азия Агрофуд жүгеріні терең өңдеу зауытының қуаты 2 есеге артпақ. Жобаны іске асыруға республикалық бюджеттен 2,5 миллиард теңге бөлінді. Нәтижесінде өндірістік қуат көлемі 150 тоннаға жетеді. Инвестициялық жоба өңдеу саласының дамуына және жаңа жұмыс орындарының құрылуына ықпал етеді. Азия Агрофуд Алматы облысында орналасқан Орта Азиядағы ең ірі қайта өңдеу кәсіпорны. Отандық көшбасшылардың бірі саналатын өндірісте құрама жем мен ұн өндіріліп, жүгеріден түрлі өнім шығарылады. Астықты қабылдаудан бастап дайынын алуға дейінгі барлық процесс заманауи технологиялардың көмегімен жүзеге асырылады. Бидайдың влажности 13% болып келетін болса, біз оны 16%-ке дейін ылғалдаймыз. Сөйтіп, оны талқандау процесіне жібереміз. Ол жуып, тазаламай, ылғалдамай дағылса, ол ұн одан дұрыс шықпайды. Одан кейін весовой аппараттарға беріледі, сорттар сол өлшеніп, бункерге кетеді. Пневматикамен барлығы воздухпен үрленіп, сояққа барады. Весовой аппараттар өздерінің шығарған ұндарын бәрін компьютерге береді. Қазір диірмен кешені тәулігіне 400 тоннаға дейін бидай, 600 тоннаға дейін құрама жем өндіреді. Ал компанияның басым бағыттарының бірі жүгері өңдеу. Бұл көрсеткішті арттыру да жоспарда бар. Мәселен, ағымдағы жылы инвестициялық жобаны жүзеге асыру үшін 2,5 миллиард бөлінген. Бұл қаражат заманауи технологиялар мен арнайы жабдықтарды сатып алуға жұмсалмақ. Қазіргі уақытта біз жүгеріні Алматы және Жетісу облысына сатып аламыз. Ол жақта общий көлемі 110 мың гектардай жүгері өсіреді. Шамалғанда біз 35 тоннадай кукурузаны қабылдаймыз. Еңбекші ауылында Балтабай ХБП-да 40 мың тоннадай, және Панфилов ауылында, Көктал деген ауылында 35 мың тонна жүгеріні қабылдаймыз. Зауытқа шикізат дайын күйінде тазаланып, кептірілген қалпында жеткізіледі. Артынша күрделі технологиялық процестен кейін жүгері дәні жарылып, одан сірне мен глюкозалы шәрбат дайындалады. Өңдеудің әр кезеңі зертхана мамандарының бақылауында. Себебі бұл өнімдер тағам, фармацевтика және жем-шөп өндірісінде қолданылатын. Дайын өнімнің тұрақты сапасын қамтамасыз етуге қауқарлы. Главное сырье при производстве патоки – это кукуруза. Кәсіпорында шикізат пен дайын өнімге арналған зертхана жұмыс істейді. Өндірістің 50% автоматтандырылған. Зертхана қызметкерлері дайын өнім мен шикізатты сағат сайын бақылап, сынамаларды алып, оларды зертханалық жағдайда тексеріп отырады. Бұлар жүгері майын өндіруде пайдаланылады. Инвестициялық жобаны іске асыру қайта өңдеу саласының дамуына оң әсерін беріп, жаңа жұмыс орнын арттыруға ықпал етіп отыр. Қазір өндіріс ошағында 600-ден астам адам жұмыс істейді. Зауыт бүкіл Қазақстанды шикізатпен қамтамасыз етеді. Артылғаны Өзбекстан, Тәжікстан және Түркия елдеріне экспортқа шығарылады. Шұғыла Баймұхан, Дәурен Қажыбаев, Қонаев медиа. Мектептегі оқыту әдістемесіне жасанды зерде енгізіліп жатыр. Талғар қаласындағы номер 40 мектепте жасанды интеллект білім сапасын арттырудың жаңа құрал атты семинар өтті. Жаңаша оқу әдістемесінің тиімділігі қандай? Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Семинар жасанды интеллект қолдануды үйреніп жатқан оқушылардың өнер көрмесімен басталды. Олар соңғы технология көмегімен әр түрлі жобалар әзірлепті. Соның бірі ақылды үй. Мұнда қараңғы түссе жарық бірден жанады. Осылайша оқушылардың ұтқыр ойымен түрлі жобалары жасанды зерденің көмегімен жүзеге асырылған. Жобамыздың тақырыбы болашаққа саяхат келешек үй жобасы. Зерттеу мақсаты келешек үй бұл адамның өмірін жеңілдететін және табиғатты қорғауға көмектесетін анықтау, сонымен бірге кіржайғыштың қалай өздігінен жұмыс істейтінін түсіну. Заманың түлкі болса тазы боп шал демекші, уақыт көшінен ешкім қалмауы тиіс, әсіресе жас буын. Бүгінде мектептердегі 17 пәнге жасанды интеллект толықтай кіріктірілген. Ал бұл семинар алаңдарында ұстаздар өзара тәжірибе алмасып, озық үлгілерді анықтады. География сабағына қатысып шықтым. Бұл жердегі мұғалім жасанды интеллекті жаңағы әдіс тәсілдерін өзінің сабағының әр бөлігінде қолданып жатыр. Басында да, ортасында да, аяғында да қолданып жатыр. Өте тиімді деп айтуға болады. Және балалардың дағдыланғанын байқалады, өзінің де дағдыланғанын байқалады. Сол моменттерін өзіме алдым. Өзімнің жаңағы әдістемелік қоржыныма салдым деп айтсам болады. Ары қарай мен өзімнің әріптестеріммен осы алған жаңағы инсайттармен бөлісетін боламын алдағы уақытта.
Жасанды зерденің көлеңкелі тұстары да жоқ емес. Оқушылар тек дайынға үйреніп алса, шынайы білімнің аулы алыс қалады. Осы жағына да аса сақ болуымыз керек дейді педагогтар. ChatGPT'ді қолданады, YouTube каналы, Google'дан қолданып, сол тапсырмаларды, дайын тапсырмаларды ала салып, бағаларын жоғары балл жинағысы келеді. Енді біз сол жағын қадағалауымыз керек. Балалар дұрыс бағытта, сол жасанды интеллекттің өзін дұрыс бағытта қолдану керек, және соны өздері саналы түрде пайдалану керек. Кері әсерін тигізбейтіндей, өз өмірлеріне пайдаларын әкелетіндей кері әсер болмау керек та. Біздің мақсатымыз сол жағында қадағалау болып табылады. Жасанды интеллекттің тек шәкірттер үшін ғана емес, ұстаздар үшін де қолайлы тұстары жетерлік дейді шара ұйымдастырушылары. Жасанды интеллекті мұғалімдердің қағазбастылығынан арылтады. Біріншіде қазіргі заман талабына сәйкес балаларға жан-жақты үйренуге көптеген талпыныс береді. Семинарға 80-ден аса ұстаз қатысып, білім беру ісіне қажетті ақпарат алды. Құрманжан Қасымжанұлы, Рашид Шүкірәлиев, Қонаев медиа. Қонаев қаласында заң мен тәртіп идеологиясын ілгерілетуге арналған кездесу өтті. Жиында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тетіктері мен алаяқтық әрекеттердің алдын алу жолдары талқыланды. Қатысушыларға құқықтық сауаттылықты арттырудың маңыздылығы түсіндірілді. Мемлекеттік қызметке қабылдау жүйесі ашық әрі әділ болуы керек. Қазіргі таңда e-қызмет электронды платформасы арқылы конкурсқа қатысу цифрландырылып, үміткерлер құжаттарын қашықтан тапсыра алады. Бұл жүйе адам факторын азайтып, деректерді өңдеу арқылы іріктеудің әділ өтуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар биылдан бастап сұхбаттың орнына практикалық тапсырмалар енгізіліп, конкурстық рәсімдер 7 жұмыс күні ішінде аяқталады. Бұл жаңалық бос лауазымдарды жедел әрі білікті мамандармен толықтыруға жол ашады. E-қызмет жүйеміз мысалында халықаралық деңгейде экономикалық ынтымақтастықтың және даму ұйымының жаһандық платформасы бар. OPCI деген, мысалға Observatory of Public Sector Innovation деген. Бұл платформада мемлекеттік басқарудағы инновацияларды жинауға, талдауға және таратуға арналған үлкен платформа. Оның негізгі мақсаты онда әлемнің түрлі елдеріндегі реформалар, цифрлық шешімді және басқарудың жаңа моделдерін ұсынады. Жиында құқық қорғаушылар заң мен тәртіп қағидаты аясында ғаламтордағы қауіпсіздік мәселесіне де айрықша тоқталды. Тәртіп сақшыларының айтуынша цифрлық технологиялар дамыған сайын алаяқтық түрі күрделенді. Сондықтан тұрғындар жеке деректерін қорғап, күмәнді қоңыраулар мен хабарламаларға сенбеу керек. Банк карталары мен онлайн аккаунттардың қауіпсіздігін күшейту маңызды дейді мамандар. Жыл басынан бері жалпы алғанда негізінде 35 қана қылмыс тіркеліп отыр. Ол деген алдыңғы жылға қарағанда 50% төмен деңгейді көрсетіп отыр. Яғни бұл бірлесіп, біздің полиция басқармаларының бірлесіп жасаған профилактикалық жұмыстардың нәтижесінде болып отыр. Сол себептен баршаңызға, назарларыңызға айтарымыз, интернет алаяқтарынан сақ болыңыздар, ешкімге SMS-кодты айтпаңыздар. Егер де SMS-кодты айтып қойған болсаңыздар, өздеріңіз дереу 102 нөміріне хабарласыңыздар. Өйткені артынан хабарласатын алаяқтар болады, оларға сенбеңіздер. Қонаев қаласында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, құқықтық тәртіпті нығайту және алаяқтыққа тосқауыл қою бағытында өткен жылы кешенді ақпараттық жұмыстар жүргізілді. Білім беру ұйымдарында түрлі байқаулар өтіп, қала аумағында әлеуметтік жарнамалар орнатылды. Аружан Мұратқызы, Бекжан Кенжебай, Қонаев медиа. Биыл елімізде халық бухгалтері республикалық акциясы басталды. Бұл бастама кәсіпкерлер мен бизнес субъектілеріне бухгалтерлік және салықтық есеп жүргізуде туындайтын мәселелерді шешуге көмекші болады. Жоба аясында бухгалтерлік және салықтық есепке алу, сондай-ақ электрондық жүйелермен жұмыс істеуде тегін кеңес беріледі. Облыстық кірістер департаментінің мәліметінше акция кәсіпкерлерге өз білімін жетілдіріп, бизнесін заң аясында тиімді жүргізуге мүмкіндік береді. Науқан 30 маусымға дейін жалғасады. Жаңа салық кодексінің өзгерістерін халыққа түсіндіру арқылы айыппұлдардан, заңсыз іс-әрекеттерден алдын ала болдырмау жолдарын түсіндіріп, салықтық көзін ашу. Бүгінге дайындалған жаңалықтар легі осы. Қонаев медиа арнасы қосулы болсын. Амандықта жүздескенше.